жолдасым айттым, қалды. Содан кейін магазинге бардық. Магазинге бардық. Құрметті үлескерлер, бүгін біздерде Қарлағаш Рахым қызы автокөлік алып жатыр. Соған офиске келіп, жанұясымен офиске келіп, рахметін айтып, бір торт алып келіпті. Соған бір шығып, бір историясын айтып отырған. Соны бір көрейікші, барлығы да көрсін деп істеп отырған. Шыққалы отырған. Бір айтып жіберсеңіз, қалай не істеген, қалай болған? Қайырлы күн, құрметті қазақ елі. Менің аты жөнім Қажымова Қарлығаш Рахым қызы. Мен осы ройға әріптесім үй алып, содан деген баспанасына шақырған болатын. Сол кезде рой кооперативі бар екен, сол кезде білдім. Одан кейін магазинге, мебельный магазин дейді, мебельный магазинде жүредік. Бұрын көрші болған Меруерт апаны көрдік. Манарбек ағаның жолдасы, сосын осындай рой бар, сіз тіркеліңіз, үй алыңыз, машина алыңыз, мүмкіндік мол дегесін. Келесі күні барып жазылдық. Мартта жазылдық. Мартта квартираға жазылған болатынбыз. Одан кейін тексеріс болады деді, карантин деді. Солардың барлығына күтіп, шыдамдылық танытып, сабыр етіп, қыркүйек айында сіздер тамыз айыңызда ашылдыңыз да? Тамызда ашылды, сосын жаңа программа ашылды. Жеңілдеткен программа бердік. Жаңа программа ашылды, сол жаңа программамен машинаға салған болатынмын 3 айға. Сол 3 ай сентябрь, октябрь, ноябрь 3 ай бойы 70 мыңнан салып тұрдым да, уже декабрьде кілтті бересіз бе? Мен артынан фотосын қойып қоям тұр. Машиналы болдым. Сол жаңа көліктің иесі атандым. Hyundai Accent, міне өздеріңіз көріп отырғандай. Сондықтан да сіздерге айтарым, уақытындан кешіктірмей, сабырлық сақтап, өздеріңіздің үлестеріңізді салып отырсаңыздар, баршаңызды уақытында алатынына мен сенімдімін. Арген мырзамен бүгін кездесіп отырғаныма қуаныштымын. Алла тағала өзі қалап бүгін кездестіріп отыр. Біз хабарласқан жоқпыз, бүгін кездесеміз деп, кездестіріп отыр. Бұның барлығы Алланың қалауы. Сіздерге үлкен рахмет. Сізге де енді қазіргі таңда сіздерге кооперативке үлкен рахмет, және де осы сіздермен әріптес болып отқан мына Ерлан мырзаның осы сіздерді қандысы шығып отырған. Одан кейін Венера ханым, Манарбек ағаға, Меруерт апаға үлкен алғысым шексіз. Осы кісілердің арқасында 10 жылдан бері армандап жүредім, осы көлікке қолым жетпей, сол көліктің иесі атанып қуанғаннан толқып отырмын да. Сіздерге де осындай көлік, пәтер, үй бұйырсын деген келеді. Сіздер әбден лайықсыздар оған. Рахмет сізге. Сізге де рахмет. Бақыт тілеймін. Сенім артып, бұл жерде деген жаңа халық айтып жатады, кооператив деген ол деген біз ғой деп. Расында кооператив халық. Кешеде мысалға бір мен шығып айтқанымда көп адам қазір деген сіз құсап мысалға салып қойып, арғартай жалғастырмай, просто салып қойып, мысалға 6 айма, 8 айма салып қойды да отыр да күтіп. Сөйтіп біздерде қазір енді қиын жағдай болғаннан кейін толып кетті адамдар. Сол толып кеткеннен кейін қазір не болып жатыр? Көп адамдар күтіп отыр, бірақ ана ақшаның түсуі азайып кетті де. Біздер мына айда расчет, ана айда 16 айдағыдай расчет істеп қойдық, бірақ көп адам төлемегеннен кейін соны айтып жатырмын да, сіздер деген осы айтқанда айтасыздар, ой, кооператив халық қой деп. Сол расында кооператив халық, яғни бұл жерде халық болмаса кооператив жоқ. Сіз болмасаңыз, сіз, Ерлан, мен, осы жердегі адамдар, немесе осы қарап отырған көрермендер ешкім болмаса, онда кооператив бұл айтқанда бос сөзді. Халық болғаннан кейін бұл жердегі жаңағындай ақша түсуін, квартира алуын бәрін реттеп отырған, келтіріп отырған халық негізінде. Сондықтан халыққа алғысым шексіз, иншалла.
бірге болайық, бір болайық, осылай асарлатуымызды жалғастыра берейік иншалла. Тағы да прямой эфирде кездескенше, бұл енді пайызсыз. Бұл енді кішкене бір офиске кеп қалғаннан кейін краткосрочный сондай прямой эфир болып кетті. Сау болыңыздар, иншалла кездескенше.